Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін балықты қуырудың жаңа әдісімен бөлісемін. Бұл балықтың қуыру әдісі өте оңай. Алдымен біз пешке қуыратын болғандықтан отымызды жағып, майын құйып дайындап аламыз. Сұйық майды құйып дайындап, 3 жұмыртқамызды жарып, жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сарыағаш құямыз. Аз мөлшерде мен 200 грамм құйдым. Сарыағашымызды құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Үстінен орташа ақырындап аз-аздан ұнымызды салып араластырып аламыз. Қоймалжын сұйықтау масса дайындап аламыз. Жақсылап қаймақ тәріздес қылып әдемілеп. Соған біз балығымызды салып батырып аламыз да. Біздің жаңағы қайнап тұрған ыстық майымызға қуырып аламыз екі жағынан. Қуыру процесі ол 20-25 минут. Өзі балықтың үлкендігіне, мөлшеріне қарай қызарған кезде алып аласыздар. Қуыру неге біз ұнға батырып қуыруға болмайды? Өте ұнға батырып қуырудың адам денсаулығына зияны бар. Себебі майда көп қалдық қалады. Ал мына массада өте дәмді, қоқыс қалмайды көп. Және балықтың өзінде ерекше бір дәм болады. Міндетті түрде сарыағашпен қолданған дұрыс. Осындай қытырлақ, хрустящий, әдемі, дәмді болып шығады. Бұл бізде карас балығы, өте ірі балықтардың бірі. Етті сондай. Бұндай балықты қонақтарға да арнап қоюға болады. Өте дәмді, түрлі гарнирмен жасасаңыздар да болады. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.